Бұл үйдің кіші баласы Асқат. Асқат ұйықтағанды қатты жақсы көреді. Ол ұйқыдан тұрып, бәрібір істейтін тірлігім жоқ деп, кері ұйықтап қалады. Ал бұл үйдің ортаншы баласы Ерасыл. Ерасыл кино қарағанды қатты жақсы көреді. Ол киноның кинотеатрдан емес, кино қарайтын жеке бөлмесі бар. Сол бөлмеге кірсе, мол кетеді. Ерасыл, не болды? Қашан шығасың? Киноны қарап жатырмын, тоқташы. Примерно қанша сағатта шығасың? 2 сағат, 3 сағат қойшы, туалет менікі. Онда ұйықты болам. Ал бұл үйдің үлкен баласы Санат. Санат тамақ жегенді қатты жақсы көреді. Ас десе, ішкен асын жерге қояды. Ас асқа орын береді деген мақал Санатқа қатты өтіп кеткен. Тіпті Санат тамақ жеп болғаннан кейін әмин деп тұрып бара жатқан кезде қарны қатты ашып кетіп, кері тамақ ішкісі келіп кетеді. Бұл үйдің балаларының мінез құлықтары әртүрлі. Бірақ оларды байланыстыратын тағы бір нәрсе бар. Ол